Алла қаласа 19 миллион 500 мың теңге алатын боламыз. Бүгін қызықты форматта, беташар форматында болып жатыр. Еркебұлан бауырым мен Ұлан бауырымыздың салған зоны оды қасына келіп, осы жақта алтын сандықпен жиналып, ақ тілегімізді төктіріп, 19 миллион 500 мың теңге ақша Еркебұлан бауырымызға беріп отыр. Еркебұлан. Құлтанып тұрып күндей күлемін, достан дұшпанға бірдей тілегім. Әншілерді шақырдық, ақындарды шақырдық, ансамбльді шақырдық. Бұның барлығы бір концертіне программа қылып ұйымдастырдық. Ойындар болды, подаркілер болды. Алтын сандыққа мен кіргелі бері 2 машина алдым, үй алдым, өте көп шетелге бардым. Орта көп нәрсеге әсер етеді екен. Көлігім жоқ мен едім араларында. Қазір уже Аллаға шүкір 5 айдың ішінде көлік міндік. Новый проектта қазір айлық оборот 50-70 миллион деп айтайын. Бұл жерде бір-бірімізден пайда көрмей, керісінше бір-бірімізге от души поддержка беру деп мен түсіндім алтын сандықты. Өзім осындай орта іздеп жүргем. Иә, ұнайды, өте керемет. Кәсіпкерлерге алтын сандық сияқты бұйыру ол арманда негізі. Барлықтарыңызға сәлем. Есім Еркен Бекқалиұлы, каналымызға қош келдіңіздер. Құрметті достар, бүгін бізде кезекті алтын сандық, 6-шы отырыс. Бұл менікі. Мен июньда алуым керек. Бүгін, яғни, бүгін июньнің 20-сы, Алла қаласа 19 миллион 500 мың теңге алатын боламыз. Бүгін бізде қоныс той бір жағынан алтын сандық. Өздеріңіз естеріңізде болар, мына үйді көрсеткен болатынбыз, алдық деп. Солай бүгін осы үйде көрсетіп, қонақтарымызға барылған, енді былай айтқан кезде бір демалдырып қайтарғымыз келіп отыр. Сондықтан да шығарымды соңына дейін көріңіздер. Кәсіпкерлердің барымен таныс боласыздар, барығымен жеке-жеке сұхбат алатын боламыз. Өте қызық болады. Сол, лайк басыңыздар, достарыңызға таратыңыздар. Біз кеттік. Құрметті кәсіпкерлер, қош келдіңіздер, кеттік ал. Жақын қайға, Алтын Нұрғаныл, Қалманов Амантай, Тімет Мүсіп, Табиғын Армана, Серік Зербек, Қуантай Жандана, Әділ Нұрбол, Жандос Шалтай, Қафтын Мұрса, Оған Құрманғали, Шыңғысхан Матар Ермек. Енді бұл алтын сандық қазіргі таңда 1 жыл болды біздің жалпы жұмыс жасап жатқанымызға. 1,5 жылдай болды. Бұл жігіттерді қасыма не үшін алып келдім? Өйткені біз алдыңғы выпускты мен сіздерге сілтемесін қоя кетем, соны көрсеңіздер болады. Ол кезде біз үлкен енді, жол үлкен ағаларымызды Ермек Серікұлы, Ұлан Құрманғалиев деген сияқты жігіттердің барлығын түсірген болатынбыз. Ал биыл енді мына 24-25-те келген жігіттер жаңадан қосылып жатыр арамызға. Бұл алтын сандық клубы енді кәсіпкерлерден құралған ең бірінші нәрсесі. Екіншісі, бұл былай айтқан кезде бір материалдық тұрғыда көзқарастары, бизнеске деген көзқарастары, адамгершілігі, жалпы барлығы бір ортақ, бір ойлар алатын арамызда. Енді мен білмеймін, әзірге байқамадым. Сен де байқамаған шығарсың деп. Әзірге байқамадым, бір жаман адамдарды, кішкене алаяқтарды, бір ақшаға деген слабый адамдарды байқамадық. Сондықтан да әлі күнге дейін біз енді 1,5 жылдай болды, барлығымыз өте жақсы табыс келе жатыр. Енді сіздерге де айтарым, негізі осындай орта керек. Енді жігіттер, немен айналысасыңдар? Бүгінгі күн қалай өтті? Айтпақшы, бүгінгі күннен сіздерге кадрларды көрсете кетейік, жалпы қалай өтіп жатыр, ақшаны мен қалай алдым, отырыс қалай болып жатыр, сол туралы бір фрагментті көре кетіңіз, ары қарай сұхбатымызды жалғастырамыз. Алтын сандықтың кезекті айналымы 19 миллион 500 мың теңге ақша Еркебұлан бауырымызға беріп отыр. Еркебұлан, бүгін қызықты форматта, беташар форматында болып жатыр. Еркебұлан бауырым мен Ұлан бауырымыздың салған зоны оды қасына келіп, осы жақта алтын сандықпен жиналып, ақ тілегімізді төктіріп, осы жерде осы зонаның ашылуын жасап жатқан жайымыз бар. Әрқашан бізді бақылай жүріңіздер, алтын сандыққа қосылуларыңыз келсе, бізді бақылап, лайк басып, комментарий жазып жүріңіздер, жолдарын айтатын боламыз. Сау саламатта болыңыздар. Енді бүгінгі күнді көрдіңдер, жігіттер. Қалай, ұнап отыр ма негізі? Негізінен бүгінгі күн өте ерекше форматта өтіп жатыр.
кішігірім той ретінде дейікші, беташардың өзі чо стоит мысалға, тамаданың ақынның өзі тән беріп жатыр да. Бұрын келіншектің бетін ашатын ек, қазір қызық форматта мен үшін өтті. Екіншіден мен жарыстым енді, үйтіп жарыспағалы біраз болды, мынандай жерде бір қызық жарыстар болды. Осы үйді ұтып алды бір күнге. Құдай бұйырды өзіме. Енді өзім туралы кетсем, осы ең жас кәсіпкер боламын осы мүшеде. Шүкір Аллаға, жас кәсіпкерлерге алтын сандық сияқты бұйыру ол арманда негізі. Бірақ Аллаға шүкір 23 жасымда осында тұрмын да қазір. Мен өзім айналысатын салам негізі базарда товар сатамыз, сайтпен сатамыз. Одан бөлек недвижимость, логистика бар. Кішігірім қазір БАДы саласындамыз. Жалпы кәсіпкер деген мен үшін қарыздағы адам деп көбісі санаса, мен тоже қарыз любой адамда болады. Мен бірақ алтын сандықта тұрып беру үшін мен үшін деңгей болды да. Ойлаңыздар, каждый ай 1,5 миллион беру ол анау-мынаудың күштен келе бермейді. Сол үшін алтын сандыққа рахмет, то что у нас получается собрать какой-то кэш, кім ақша жинай алмайтындар үшін арналған, или кім который новый орта үшін, мен мысалы орта үшін келдім бұл жерге. Орта іздегім келді, үлкен ағалардың советтерін тыңдағым келді. Жалпы алтын сандыққа өзім ризамын. Осындай ортам бар ма? Осындай ағаларымыздың бар ма? Жақсы. Айлық оборот қанша? Айлық оборот бізде шүкір Аллаға жақсы. Шамамен. Шамамен новый проектта қазір айлық оборот 50-70 миллион деп айтайын. Старый проекттар енді базар деген ол жерде рентабельность аз да, бізде 5%, оборот үлкен. БАДыға жақында ғана кірдім. Бір 4 ай болды кіргенімізге. Қандай дәрі? Енді бізде сала БАДта 3 направление қазір. Көз, там тағы да басқа ғой, басқа. Сол. Сондай дәрілерді сатасыңдар. БАДы дейді, биохимическая добавка. Шыңғысхан, жалпы бұл жас поколение, біз алдыңғы поколениені алдыңғы выпускта шығарып қойған болатынбыз. Ол выпускта енді міндетті түрде көру керек, өйткені енді Ермек Серікұлы бар, Ұлан Құрманғалиев бар, басқа да Жандос Жолтай деген сияқты біздің алдымызда жүрген ағаларымызды көрсеттік. Енді міне жас буын өзіміз шығып жатыр. Біздің енді жан-жағымызға қарасаңыздар, мына жақтың барлығы таулар. Бұл енді Талғар маңында орналасқан. Мына үйді мен алғаныма осы шамамен 3-4 ай уақыт болды, бірақ ремонты барлығы бітіп, жақында ғана кірдік. Бұл үй шамамен маған бір 75 миллионға шықты. Енді бүгінгі алтын сандықтың бір жақсы жері, сен ай сайын 1,5 миллион теңге жинап отырасың. Негізі егер ондай черный касса болмайтын болса, біз алтын сандық болмайтын болса, онда біз үйді жинай алмайтын едік. Жаратып жібереміз ғой енді. Болса да сезбейсің да, 1,5 миллион. Жаратып жібере бересің, ал былай енді сен бірден 20 миллион теңге қолына ақша ұстағаннан кейін оны уже бірденке ала аласың. Все, бізде екінші кейіпкер Қайрат мырза. Немен айналысасыз? Ассалаумағалейкум, менің есімім Қайрат болады. Біз денсаулық саласында әйелдерге БАДы тоже, әйелдерге арналған денсаулыққа арналған препараттарды Түркия мемлекетінен алып келіп, Қазақстанда сатамыз. Қазақстандағы жалғыз дистрибьюторымыз. Енді осы алтын сандыққа мен не үшін қосылдым? Ең бірінші жаңа Шыңғысхан бауырымыз айтып жатыр, орта. Өйткені орта көп нәрсеге әсер етеді екен. Осы жерге келген кезде 4 ай, 5 ай болды. Көлігім жоқ мен едім араларында. Қазір уже Аллаға шүкір 5 айдың ішінде көлік міндік. Үлкен енді жанымыздағы інілеріміз, ағаларымызға қарап үлкен бизнесте жүргеннен кейін басқа да үлкен масштабный проекттерге қазір көңіл бөліп жатырмыз. Осының бәрі әуелі Алла, одан кейін осы ортамның арқасы деп айтамын толықтай. Рахмет, Ереке. Осындай үлкен алтын сандыққа жауапкершілігі бар жігіттер деп араларыңызға тапқандарыңызға. Үшінші кейіпкеріміз Амантай мырза. Кеңіз, бұл кісі Ақтоғайдан арнайы келіп, осылай біздің әрбір ай сайын бір рет болсын жиналысымызға қатысып отырады. Ассалаумағалейкум. Есімім Амантай, Абай облысы, Аягөз ауданы, Ақтоғай деген станциядан келіп отырмын. Салам фастфуд саласы. Фастфуд саласының барлығы бар. Пиццадан бастап, бургер, донер, крылышки бар, түгелі бар. Одан кейін жазда жаңағы мороженое, коктейль, бабл ти, соның барлығы бар кафемізде. Алтын сандық не үшін таңдадым? Өзім осындай орта іздеп жүргем. Жақсы орта, кәсіпкерлер ортасын. Сосын бір талай орталарға жазып көрдім. Кейбіреуі жаңағы маған қазақи орта керек болды да. Көп жаңағы кәсіпкерлер клубының орыстанған деп айтсақ болады. Орыстанған клубтар екен, ондай маған керек жоқ болды. Сол дамушы орта іздеп. Негіз қиын болатқан жоқ па? Ай сайын 1,5 миллион келіп кету бар, басқа расходтар. Жоқ, қиын болмағаннан кейін келдік қой. Аллаға шүкір. Ұнайды, өте керемет. Айтып кететін бар еді да. Бұл негіз көбісі маған достарым сұрақ қояды да, Шыңғыс 1,5 миллион теңге беру айына невыгодно ғой дейді да, финансы жағынан. Сен мысалы мен 12-ші алсам ұтыламын да негізі. Өйткені там доллар қымбаттайды, оборот айналдырады. Мен айтам бәріне ша.
намыс қой бір жағынан факт та. То, что алтын сандық көбісі ойлайды, баня ғана демалу, ой ағалар деп, ондай болса мен алтын сандыққа келмейтін едім. Бірінші, то, что возможность дает, бұл жерде каждый кездесуде спикерлер келеді негізінен. Мысалы мен өзім бірінші кездесулерде даму бойынша қалай кредит алу, бұл өмірімде керек, бұны қолданысқа керек заттар да, трендтегі заттарды қолданамыз. Екіншіден, который керек зат болды, енді ИП бойынша налог төлеу, ипотека бойынша үй алу, қазіргі адамның қажеттілігін жабатын, былай айтқан кезде фундаментально важный заттар берілді да бұл жерде. Бұны сізге анау ортада бермейді. Берсе де бұны не от души береді. То есть сен тағы сатып алу керексің. Ал бұл жерде базово уже кәдімгі өзіңе керек зат сен алып қайтасың. Маған каждый сабақта өзім түйінім, мысалы соңғы кездесулерде чат-бот бойынша, ИИ бойынша андай легкий бір жағынан керек зат та, андай басында обучение тығып сатып ал демейді. Бұл жерде нақты өзіңе керек информация береді. Жақсы адам жақсысын алады дейді ғой, былай айтқан кезде. А так 1,5 миллион теңге негізі бұл жерден гәп қой, былай айтқан кезде біздің сыйласыңымыз ақшада тұрмау керек та. Бірімізге пайда болу, бірімізге адалынан көтерілу, ағаларымызға біз поддержканы, бізге ағаларымыз поддержка береді. Бұл жерде бірімізден пайда көрмей, керісінше бірімізге от души поддержка беру деп мен түсіндім алтын сандықты. Айтып тастадым ба? Айтып тастадым. Рахмет. Ал құрметті көрермендер, біздің алтын сандық бүгінгі күні жалпы өз мәресіне жетейін деп қалдық. Қазір біз баняға түсеміз, банядан кейін салқын бассейнге түсеміз. Қысқасы бүгінгі күніміз осылай өтті. Алтын сандық форматын кішкене ерекше еттік. Мен бүгін 19.500.000 алдым. Мен басында қалай ұйымдастырам деген кезде басыма бірден шоу ұйымдастырайық. Ақшаны қалай болса солай ала салмайық. Бұл жерде кезде біз беташар форматында жасайық. Әншілерді шақырдық, ақындарды шақырдық, ансамбльді шақырдық. Бұның барлығы бір концертіне программа қылып ұйымдастырдық. Ойындар болды, подаркілер болды. Білмеймін, енді жалпы қызық жасадық деген ойдамыз. Сол алтын сандық өз мәресіне жетті. Енді 19.500.000-ды не істеймін деген сұраққа мен жауап бере алмаймын. Бизнестерге салатын боламыз, ары қарай уже масштабқа шыға бастайтын боламыз. Енді алтын сандыққа мен кіргелі бері 2 машина алдым, үй алдым, өте көп шетелге бардым. Жалпы бизнесімде жақсы рост болды деп айта аламын. Оны енді нақ айтуға болады. Мысалға мына үйді қазіргі таңда маған бір шамамен 75 миллионнан жоғары ақша кетті. Бұл үйге біз енді дайын қылып сатып алдық, бірақ мен террасаны ғана қостым. Террасаны қосуыма қазіргі таңда бір 900 миллиондай ақша кетті. Ал бассейнді қостым, бассейнге 8,5 миллион ақша кетті. Қалғандардың барлығы негізі основной уже дайын тұрған үй етін. Солай бұл үйге сіздер демалуға келсеңіздер болады. Мен астына номер қалдырайын, соған хабарлассаңыздар, бұл үйді күндігіне жалға алуға болады. Құдалық болса, туған күн болса, той болса, достарыңызбен коллективпен жиналыс болатын болса, немесе өзіңіз семьяңызбен тауға келіп демалғыңыз келсе, бізде бассейн бар, баня бар, терраса бар, үйдің ішінде PlayStation, караоке, дискотека жасайтын не бар, 3 спальня бар ішінде, зал бар, телевизор. Короче, қысқасы не керек өзіңізге ішінде тіпті ыдыс-аяққа дейін барлығы бар. Сондықтан да заказ берем десеңіздер, осы жерге келем десеңіздер, менеджер номерін қалдырамыз, хабарласыңыздар, өздеріңіздің орындарыңызға бронь жасай аласыздар. Бұл үйдің ашылғанына осы кеше ғана аштық. Ал құрметті достар, біздің демалыс үйіміз ресми түрде ашық деп жариялаймыз. Ендеше үйімізді толық көрсетіп өтейік. Отбасыларыңыздың барлық мүшелеріне арналған осындай бізде өте үлкен бассейн. 6 адамға арналған осындай баня бар. Баняға түсесіздер, банядан кейін бассейнге секіресіздер. Бассейннен шығам дегенше мен сіздерге мынаны астын қыздырып, чаңды дайындап қоям. Бізде су болып келесіздер, мынаған отырасыздар, сорпаларыңызды ішесіздер. Одан бөлек бізде балаларға арналған мынандай детский площадка жасап қойдық.
барбекю зона. Бұл жерде сіздер стейк пісірсеңіздер болады, шашлык пісірсеңіздер болады. Одан бөлек мына жаққа қазан қойып, ет асып жесеңіздер болады. Ал піскен тамақтарыңыздың барлығын мынаның ішіне кіріп, достарыңызбен бірге тамақ ішсеңіздер болады. Үйдің ең кереметі бұл террасасы. Осы террасада отырып, чай тамақтарыңызды ішсеңіздер болады, немесе кешке ұйықтасаңыздар болады осында. Бұл жердің тағы бір артықшылығы, сіздер осы бір тауға қарап отырып демалсаңыздар болады. Енді айтайын дегенім, сіздерге бір жаңалық бар. Біз өзіміздің осы контент саласында жүрген балалармен бірігіп, жалпы бизнес-клуб ашқалы жатырмыз. Сол бизнес-клубқа сіз мүше бола аласыз. Ол дегеніміз қалай? Бизнес-клубтың аты 180 деп аталады. Не үшін өйтіп аталады? Өйткені кәсіпкерлер келіп, сол клубқа кіру арқылы өзінің бизнесін 180 градусқа өзгерте алады, жаңа масштабқа шыға алатын болады. Біз енді контент саласында жүргеннен кейін Instagram, YouTube, TikTok қай сала болмасын, қалай жүргізу керектігін барлығын білеміз. Осы күнге дейін мен 60-қа жуық экспертпен жұмыс жасағам. Олардың Instagramдарын барлығын көтергенбіз. Күшті контенттер түсіргенбіз. Біздің креативтердің барлығы енді көбіне халықтар, жалпы эксперттер, осы салада жүргендер жақсы біледі. Енді ұсыныс мынандай: бизнес-клубқа сіздерді шақырамыз. Бағасы бар болғанда 200 000 теңге. 200 000 теңгеге не кіреді? 1 жылдық кері байланыс кіреді. Содан кейін барып 2 күн офлайн сабақ болады. Осы коттеджде болады. Бар болғанда тек 15 адамды қабылдаймыз, 15 адам ғана сияды. 200 000 теңгеден бағасы. Және де толыққанды 2 күн бойы сабақ болады, контент бойынша, запуск бойынша, бизнес разборлары болады. Қысқасы, осы жерде 24/2 күн бойы 24 сағат бірге жұмыс жасайтын боласыздар. Осы жерде ұйықтайсыздар, тапшанда жатасыздар, бассейнге түсесіздер, караокемен өлең айтасыздар, PlayStation ойнайсыздар, тау жан-жағымыздың бәрі өте әсем. Қысқасы солай. Бір жағынан демалам, бір жағынан табысымды арттырғым келеді, бір жағынан контентті үйренгім келеді десеңіздер, бұл жерде біз 2 күндік сабақтың өзінде сіз 1 айлық контентіңізді жазып кете аласыз. Мысалы, мобилографқа болмаса басқа біреуге ақша беретін болсаңыз, примерно 350 000, 400 000 ақша бересіз контентіңізге, және де ол контент өте ма, өтпей ма, оны да енді Құдай біледі. Сондықтан да мархабат. Бизнес-клубқа кірем десеңіздер, менеджер номерін қалдырамыз, ақпараттың барлығын сол жерде береді. Сондай ұсыныс бар. Егер мына алтын сандықты көріп қызығып атсаңыздар, жалпы бизнес бір орта керек дейтін жандар болатын болса, нетворкинг, араласқым келеді дейтін жандар болатын болса, барлықтарыңызды шақырамыз, бизнес-клубтың мүшесі болыңыздар. Бар болғанда 200 000 теңге, 1 жыл кері байланыс, 2 күн офлайн сабақ болады, және де 1 айлық контенттеріңізді осы жерде жазып кететін боласыздар. Ұсыныс ұнаса, менеджерді қалдырамыз, тағы айтайын, хабарласыңыздар, толық ақпараттың барлығын береді. Сол жұғысты болсын, бүгінгі алып отқан 19 500 000 өзіме құтты болсын. Енді сіздерге де осындай жақсы орта нәсіп етсін, жақсы орта жұғысты болсын. Ал үйімізге енді құтты болсын дейтін жандар болатын болса, жақсы комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар, достарыңызға таратыңыздар. Ал біз сол шығарылымды аяқтаймыз. Барлықтарыңызға рахмет, және де соңғы рет мына алтын сандық бүгінгі күні қалай өтті, тағы да бір рет қарап шығыңыздар. Солай, рахмет. Бір жау мені даттаған кезде көп досым ақтап алады. Ұлтанып тұрып күндей күлемін, достан дұшпанға бірдей тілегім. Бір жау менің болмаса егер, көп досым барын білмейтін едім. Ұлтанып тұрып күндей күлемін, достан дұшпанға бірдей тілегім. Бір жау менің болмаса егер, көп досым барын білмейтін едім. Жеңсем деп дұшпан мұрат қылады, жүзеге аспас бірақ бұлары